Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен 7 сыныптың қазақ тілінен жастықтың отты қайдасың бөлімі бойынша жиынтық бағалауын орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият оқыңыз, ойды жалғастырып, оқиғаны дамытыңыз. Бірінші мәтінмен танысып шығайық. Бір күні Қожанасыр бақшада жұмыс істейді. Түс мезгілі болатын. Қожанасыр түскі астан кейін ағаштың астында демалады. Ағашта өсіп тұрған өрік пен жердегі асқабақты көріп, осы табиғатқа таң қаламын. Өрік ағашы өте үлкен, бұтақтары, жапырақтары өте мықты, бірақ жемісі өте кішкентай, әрі жұмсақ. Асқабақтың сабағы мен жапырағы өте әлсіз, ал жемісі өте үлкен, әрі қатты. Бұл дұрыс емес. Өйткені өрік пен асқабақтың жемісі ауысып кеткен деп ойлайды. Дәл сол кезде